1942 жылы осы өнерге келдім. Әкем сондай өнерге жақын, өзі домбырамен айтпаса да неше түрлі қиссаларды айтатын. Жүсіп Зылиха, Құлпы қыз деген. Сол әкемнің қанымен тараған, шешем де сондай ән салатын, үлкен әжем де ән салатын. Солардың себебіменен, солардың тәрбиесіменен жас кезімнен 5-6 жасымнан ақ ән салуға кірістім. Ән салып, Мамыттың әнші қызы патефонға қосылып ән салады, соның ішіндегі адаммен бірдей ән салады деп халық сондай бала күнімнен өте жоғары дәріптеген. Соныменен 12, 13, 15 жастарымда әкем 41 жылы соғысқа кетті. Әкем соғысқа кетіп қайтыс болып кетерінде, соғысқа кетерінде, қалқам сенің дауысың бар, әнші болады деп, біз әжең де, шешең де сондай үлкен үміт күтетін едік, өнер жолына түс, әнші бол деді. Сонан соң 44 жылы Ақтөбе облысының музыкалы драма театрына әнші болып, артистка болып орналастым. Бұл театрға келуіме себеп болған мынау Шалқар ауданында бір ағайым болды, комсомол комитетінің сол кездегі бірінші хатшысы Нұрғожа Орынбасаров деген. Сол кісінің үлкен қамқорлығының арқасында менің талантымды танып, мына бала әкесі әскерге кетті, шешесі жоқ, жетім бала екен, осыны бір жерге орналастыру керек деп, сол театрға барып шақырып алып бастықтарын кіргізді. Сол театрда жүргенде, театрда сондай Ақтөбе театры соғыс уақытында сондай гүрілдеп тұрған музыкалы драма болды. Сол кезде сол 1-2 жылдың ішінде сондай жақсы режиссеріміз болды. Москвадан эвакуировать етіліп келген Маревский деген, өзіміздің Тұрсынов деген, Шавқат Ғатаулин деген. Солардың тәрбиесінің арқасында 2 жылдың ішінде сол театрдың ең басты рөлдерінің бәрін ойнадым. Алдыменен Шолпан, Қарлығаш, онан кейін Айман, Ақтоқты образдарын жасап, халықтан үлкен сол кезде баға алдым. Сонан кейін сол театрда, ол театр 46 жылы тарқап кетті де, сол кездегі искусствоның бастықтары Қостанай филармониясына мені аударды. Қостанай филармониясында 48 жылдан істедім, 54-ге шейін. Мынау тың көтерілгеннің алдыңғы кезеңінде халыққа шығып, бүкіл колхоз совхозға өнер көрсетуде мен үлкен еңбек еттім сол уақытта. Сонан 48 жылдан 54-ге шейін, 54 жылы Көкшетауда бір концерт қойып жүргенімізде, курортта, мынау Алматыдағы Министерство культураның бір бастығы біздің концертімізді көріп, апырмай, сізді облыстық филармонияда қалдыруға болмайды, біз Алматыға шақырып аламыз деп, мында кел Сағынтай Ахметович деген сол уақыттағы бастыққа айтып, сол мені 54 жылы шақыртып алдырды филармонияға. Жамбыл-атындағы өзіміздің филармонияға шақыртып алды. Сол 54-тен бастап 87 жылға шейін алдыменен филармонияның солисткасы, онан кейін Қазақконцерттің солисткасы болып 40 жылға жуық ән салдым. Сол жаңа 42 жылдан бері искусство жолында еңбек етіп келе жатқанда, мына жолдасым Нұғман Аппазов бірге қызмет істедік. Бұл кісінің де еңбегі искусство жөнінде айрықша болды. Қазақстанның халық артисі Жүсіпбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Рабиға Есімжанова, атақты сондай халқымыздың маңдайалды артистерінің главный администраторы болды, ведущий болды, концерт жүргізушісі болды. Бұл кісінің еңбегі де искусствода әбден сіңген адам болды. Сонан кейін осы филармонияға келгеннен кейін 54 жылдан 60-61 жылдары Нұрсұлу Тапалова менен мынау
Саратовтан бастап сол уақыттағы Совет одағының 40-50 үлкен қалаларында концерт қойдық. Ол уақытта мынау Россияның үлкен қалаларында сондай үлкен абыройменен еңбек еттім. Онан кейін 63-те Шарапайменен Москваға барып, сол маңайдағы бүкіл Россияның үлкен қалаларында концерт қойдық. Әр уақытта да сол үлкен апаларымызды айтса, екінші ылғи мені айтып жүрді. Өнерімнің, өзімнің анам мен әке шешемнен бірге туған өнерім күні бүгінге шейін әлі даусымда бір қалыпта болды. Өзім халық үшін еңбек ететін болғандықтан, мен өзімді өте қатты не қоятын едім өзіме. Қатаң тәртіп. Әлгі колхозда, совхозда жүргенде сондай қонақта неше түрлі нелерде боламыз, сонда даусыма ешқандай не тимесін деп өзімді сақтап халық үшін еңбек еттім. Бірақ оның қазір айтатын өзі уақыттың да өзі аз, айтқанменен де оның несі бар, оның пайда зияны жоқ. Осындай адал еңбек. Мен 42-ші жылда, қазір еңбек карточкамды қарасам, 42-ші жылдан 87-ші жылға шейін бірде-бір ескерту выговор алып көрмеген адаммын. Сондай особый тәртіпті, оны мына Қазақ концерттің, филармонияның басқа біздің бастықтарда, командировкаға шықсаңдар да, қаланың ішінде концерт болса да, Сара Мамытованы үлгі алыңдар. Бұл кісінің еш уақытта жұмысқа кешігіп келіп, емесе біреуден бір халық атынан сөгіс алған несін естігеніміз жоқ деп, еңбегімді аса халқым бағалады. Халық бағалағанменен қазіргі менің өзім мына жасым біразға жас ортасынан ауған уақытта ойлап өткеніме қарасам, менің сол адал еңбегім үкімет жайынан өзіміздің Қазақ концерттің бүкіл искусствоның министрлерствосы жағынан адал еңбектің бағаланбағанына қазір сондай өзім бір мезгіл отырып қиналам. Өзімнің еңбегіммен әндерді неше түрлі 10 тілде ән салдым. 10 тілде. Қазақша, орысша, украинша, татарша, қырғызша. Сол тыңдаған халықтардың өзі бірәм айыра алмайтын, кейін концерттен кейін келіп, мына кісі метис па, бұл қырғыздың бір жатасы, татардың бір нәрсесі бар шығар, мұндай болып, қазақтың бүйтіп айтатындарын біз естіген жоқпыз деп. Оны мен өзім мақтайын деп отырған жоғым, шыны өзі халықтың айтқан нәрсесі солай өзі. Сонан мұнда келгеннен кейін қаншама репертуар, осы да 2-3 коробка қазақтың халық әні, Қазақстан композиторларының әндері, сол жаңағы бөтен халықтардың әндері, солардың барлығын өзім қай жерден көрем, өзіме ұнайтын әнді соны сатып алам, оны сатып алып, оны обработка жасатып, онан тональностьларымды келтіріп, барлығына осы мына жолдасымдар, дағы бір білетін кісілер айтады, Сараның алған зарплатының 75% репертуарын сатып алып, соны жөндеуге кетеді дейді. Оның пайдасы не болды? Қазір 3 коробкада жатыр, жазылғаны 5-ақ өлең, қалған 500 өлең сол күйінде қалып жатыр. Кейін ол енді біз жоқ болсақ тастайды ғой бір жерге апарып. Соны өзім ойлап едім, радио комитеттің библиотекасына апарып тапсырсам екен осыларды, өзімнің әлгі кейінгі жас әншілеріме таратып берсем екен деп осы жақында солай ойладым. Мынау қаншама нәрсе ылғи әдемі әндер, қай ән болса да сондай тамаша. Мына біздің әншілер Әбдірахманов, Беғали, тағы бір інілерім айтады, ойпырмай бір ән беріңізші, сіздің үйдегі радионың библиотекасы да бір, сіздің үйде бір ғой дейді. Содан бір екеуін бермейсіз ба деп. Соны енді бір жөн-жөніне таратып беруім керек. Енді бұдан кейін біз жасармаймыз, төмен түсіп келе жатырмыз, 70-тен 80-ге қарап кетеді. Құдай бұйыртса онда да, Алла тағала. Қазір искусствода өзі неше түрлі болып жатыр ғой. Дегенменен еңбек бағалану керек. Тағы толып жатқан жас қыздар бар, олар енді халқынан мына біз сияқты адал еңбек етіп, халқының
көңілінен шығып, қазіргі уақытта енді сыртқа шыға алмай да жатыр. Алла қосса заманымыз түзеліп, Нұрсұлтан қалқамның арқасында, халықты бастауының арқасында дұрыс жолға, халық жақсы жолға түсіп, қазақ халқы баяғы өнеріміз гүлдеп, халқына шығып, әлі дүрілдеп өсетін уақытта Алла тағала жаздырсын. Кейінгі қыздар сол халықтың әнін, өзіміздің композиторлардың әнін бұзбай сол қалпында орындап халыққа жеткізуі керек. Сонан кейін мынау соны 42-ші жылдан 87-ші жылы демалысқа шыққанға шейін Амангелді торғаға барсам, ойпырмай, афишіні қарап, Сара Мамытова келіпті, орнымыздан әрі-бері тұрғызып, теңселтіп жіберетін әнші келіпті дейтін. Афишіні қарап тұрып, сыртынан біз бұл халық не деп жатыр екен деп қарағанда, Ләззат Сүйіндікова келіпті. Немене жайлап отырып, сызылтып отырып айтатын Ләззат келіпті. Орнымыздан бір тұрғызып, бір отыратын Сара келіпті. Қазақша мен қырғызша, орысшаны айтқанда біз бір орында отыра алмай теңселіп кететін едік, апырмай бүгін соған бару керек дейтін. Сөйтіп баға берген халқым бүкіл Қазақстанның 19-17 облысы ма қазір. Солардың бәріне алдағы уақытта еңбектеріне табыс, жан отбасыларына амандық, бала-шағаларына денсаулық беріп, мына өрлеп өсіп келе жатқан жаңа мемлекетіміздің алдыңғы қатарлы еңбеккерлері болып, қазақ халқының өнерпаздарын баяғыдай қол соғып шын көңілдеріменен қабылдай берсін демекпін. Мыңда бір рахмет халқыма, сол халқымның берген бағасымен, солардың рахметіменен мен міне жайнап отырым. Жасым 70-ке келсе де. Ал көңіл ағызайығының майын, бұл дәурен шалқып жатқан айдын дайын. Астанан алты қырдың шыққан даусым, барса екен құлағына қалқатайдың. Ахау гүлдер айым, күнімен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайын. Жаз келді жадыратып майдың айын, әніне қосты жадырап гүлдер айым. Түскенде сен есіме қарағым-ай, шығады шыдаусым айтқан сайын. Ахау гүлдер айым, күнімен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайын. Шалқып жатқан айдын дайын. Астанан алты қырдың шыққан даусым, барса екен құлағына қалқатайдың. Ахау гүлдер айым, күнімен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайын. Жаман жақсы өз белбеуім, көп айдың көрмекелі жүзі болды, жүрмекен есен аман көз көргенім. Ахау гүлдер айым, күнімен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайын. Ахау гүлдер айым, күнімен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайын.